Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін булочкаларды дайындайтын боламыз. Міндетті түрде мен рецептімен дайындап көріңіздер, дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Бізге булочкаларды дайындау үшін ең алдымен біз опора жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет болады. Сүтке құмшекерімізді, дрожжымызды салып 10-15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Сол кезде бізде көтерілу керек. Және де қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаймыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де бағана қалған құмшекерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді мінеки опорамыз дайын болды, әдем болып көтерілді. Енді осыған жұмыртқа мен құмшекерімізді қосамыз, және де микроволновкада еріген сары майымызды қосып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз, қыздар, бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырымызды біз 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз ашуға қажет. Мінеки менің қамырым ашыды. Енді осы қамырымызды бөлшектерге бөлетін боламыз. Менде осы қамырдан 23 штук булочка шықты. Егер де сіздер булочкаларыңыз біркелкі болған қаласаңыздар, таразыға өлшеп жасасаңыздар болады. Әрбір булочканы 70 граммнан жасап көрсеңіздер болады. Мінеки осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. Енді мен сіздерге булочкалардың осындай 5 түрлі бүгу әдісін көрсеткім келіп тұр. Ең бірінші бізде жүрекше. Ол үшін қамырымызды осылай қолмен жаямыз да, май жағып, құмшекерімізді салып, видеодағыдай ораймыз. Пышақпен осылай кескен кезде міне жүрекшеміз дайын болады. Енді бізде екінші әдісім, ол да тура солай майда жағып, құмшекерімізді жағамыз бір шетке. Осылай бүгіп, тура видеодағыдай жасаймыз. Енді қыздар, енді үшінші әдісім, ол бантик. Бантикті де тап сондай. Осылай жайып, майымызды жағып, құмшекерімізді себеміз, біріктіріп, бантик жасайтын боламыз. Енді төртінші әдісіміз, ол гүл. Осылай ортасын басып, мен ортасына мейіз салдым. Сіздер үйдегі бар затты сасаңыздар болады. Варенье, повидло, осылай мен сияқты мейіз, жаңғақ сасаңыздар да болады. Мінеки гүл. Енді бесінші бүгу әдісі, ол бізде кірпі. Балалар осыны қызығып жейді, кірпі деп. Сондықтан да балаларға қызық болсын деп мен осылай істеймін кірпіні. Ол үшін бізге осындай қайшы керек, кухонный қайшы. Осылай кесеміз және көзін дайындаймын. Ол үшін бір мейіздің ортасынан бөліп, осылай көзін жасайтын боламыз. Мінеки дайын. Енді қыздар, булочкаларымызды демалдырып 20-30 минутқа қоятын боламыз. Бетін жауып, кейіннен жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Булочкаларымыз өте жылдам піседі, 15-20 минутта. Булочкаларымыз піскен кезде көтерілетін болады, сондықтан алшақ қойғандарыңыз жақсы. Мінеки дайын болды, ас болсын. Сіздермен бірге болған Самал.